Сәуір айының 13-ші жұлдызында Бекен Римова атындағы драма театрда Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің жас түлек театры көпшілік назарына жан шырылатты қойылым ұсынды. Жабал Ерғалиевтің бұл туындысы Адасқандар романының желісі бойынша жазылған. Қойылым шымылдығын театр директоры Темирбаева Ғалия Әмірхамзақызы құттықтау сөзімен ашты. Әрине, дінге барып, мешітке барып, Құран оқып атқан ол өте жақсы, өткені ондай жастар жаңағы ешқандай жаманшылыққа бармайды. Бізде өкінішке орай қоғамда енді ішімділік, жаңа нашақорлықта бар ғой. Солар болмасын деп тастанды балалар қаншама міне теледидардан көрсетіп жатыр. Оның бәрі жастардың ішінен шығып жатыр ғой. Сол болмасын деп осы 18 жылда неше түрлі жаңағы спектакльдер қойылды. Осы мен айтайын дегені, мына студенттер осындай жаңағы жұмысқа қоғамдық араласса, мысалы ол ән бола ма, биге бара ма, жоқ театрға бара ма, ол студенттер өздерінің оқуынан тыс кезінде кешке 9-10-ға дейін жұмыс істейді. Олар басқа жаман қылыққа бармайды. Төбелес, жаңа ішімдік сондайға бармайды. Сондықтан мынау жастарға деген өздеріңізге белгілі елбасының өз жолдауында да айтылып жатыр, әсіресе жастармен жұмыс істеу керек, көбінесе жаңа конференция өткізу керек, семинарлар өткізу керек, осындай жаңағы дәстүрлі емес діни жаңа ағымға бармасын деп жатыр. Сол себептен біз міне осы спектакльді дайындап қазір көрсетейік деп жатырмыз. Ойлаймын, тіпті студенттер әртістерден де кем ойнамайды деп ойлаймын, соған сенем. Енді біздің жастар біздің жарқын болашағымыз ғой. Болашағымыз барлығымыздың жақсы болса екен деп ойлаймыз. Заманымыз тыныш болса екен дейміз. 18 жылдық тарихы бар жас түлек театры бүгінгі күнге дейін бірталай белестерді бағындырып үлгерген. Оған дәлел 2013 жылы Павлодар қаласында өткен республикалық сайыста Жезөкшелер пьесасымен 3-ші орынға ие болған. Ал кейінгі жылдары ұсынған Шырағың сөнбесін, Бір түп алмағаш, Тастанды балалар сынды қойылымдары көпшіліктің жоғарғы бағасын алды. Кезекті қойылымға да жас актерлар үлкен дайындықпен келген. Жалпы қойылымдағы рөлім анау қызы күйеуі жат жолға, жат ағымға ілесіп, басқа теріс жолға түсіп кететін әкенің рөлін ойнаймын. Жалпы әр нәрсені бастамас бұрын үлкен еңбек болса, еңбектің нәтижесі көпшіліктің алдына алып шыққаннан кейін бір тұшымды дүние болады деген дүние. Ол басты назарға алыну керек. Елдің алдына алып шығып жатқаннан кейін жақсы бір дүние шығарып көрсеткенде жақсы. Осы дүниені іске асыру барысында 3-4 ай үздіксіз дайындық жасадық. Енді төгілген тердің жемісі болады деген үміттеміз. Көпшілік жақсы қабылдап, жаңағы бір жастарымызға, аға бауыр інілерге жақсы бір ой салатындай дүние көрсетіп жатсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Басты мақсатымыз да осы дүние жасап жатыр. Қазіргі қоғамда кеңдеп орын алып жатырған терроризм жайында, яғни қазіргі жастардың осындай өзіміздің Қазақстан азаматтарының, азаматшаларының Сирияға жанкештікке барып жатқан жайында осы біздің сахнада осы университетіміздің жас түлек студенттік театры көрсетеді. Қойылымның мақсаты сондай шаралардың алдын алу, және де осы қойылымға келген 300 адамның бір жүзіне ой салсақ, алдын осындай жағдайларды алсақ деген мақсаттамыз. Қазіргі қоғамның ауыр дертіне айналған діни адасушылық, радикалды ағымдардың жетегіне еріп, жат діндердің уытына уланған адамдардың қайғы қасіреті көрініс тапқан бұл қойылым көпшілік көңілінен шықты. Қойылым өте өзекті мәселе. Қазіргі таңдағы осы бүкіл жалғыз Қазақстан емес, бүкіл жер бетіндегі өте өзекті мәселеге бүгін қойылым қойылып отыр. Өте ұнады маған. Осы қойылымдағы басты рөлді немерем Сымбат сомдады. Соны көруге келіп, көріп риза болып қайтып отырмын. Өте шынайы қойылды. Өзімді өзім ұстай алмай, жаңағы жерде өте қатты қобалжу үстінде отырмын. Режиссер Ғалия апайға рахметімді айтамын, бүкіл осы университет ұжымына рахметімді айтамын, жастарды осындай бағытта. Енді Жансүгіров атындағы университеттің ұжымы, осы студенттері осы мәселеге
осы қазіргі таңдағы өзекті мәселеге өз үлестерін қосты деп санаймын. Әрине қойылым керемет болды, өте ойдан шықты. Осы жастарға тәлім тәрбиесі өте мағынасы зор қойылым болды. Әрине бүгін қойып атқан студент жастар, студенттердің еңбектері көрініп тұр. Ол кісілер дайындаған кісілердің еңбегі көрініп тұр. Осы театрға жастарды жиі келуге шақырамын. Осындай керемет, мән мағынасы зор қойылымдар жиі болып тұрса екен деп тілейміз. Мінекей қазіргі таңдағы өте ауыр, өте қиын тақырыптардың бірін алған, оны алып шығуда үлкен театрлардың, үлкен актерлардың өзі қиын, бірақ та біздің студенттеріміз еш тайынбай бүгінгі керемет көрінісімізді керемет қылдырып алып шықты, керемет әсер алдық. Әрине жастарымыз басқа дінге, басқа діни ағымға ұстанып кеткеніміз жүрегімізді ауыртады, бірақ та десек те қазіргі осы бүгінгі таңдағы студенттеріміздің жүрегіне біраз нәрсені салдырды деген үлкен ойдамыз. Болашақ жастарымызға да айтатынымыз сол, басқа дін, басқа ағымға таралып кетпесін, басқа дінге кетпесін деген бір үлкен қойылымнан осындай керемет әсер алдық. Жас түлек студенттік театрына үлкен рахметімізді айтамыз, мыңда бір алғысымызды айтамыз. Осындай театрымыздың ғұмыры ұзақ болсын деген ниеттеміз. Жетісу мемлекеттік университетінің ректоры Баймырзаев Қуат Маратұлы жас түлек театрының мүшелеріне өз жылы лебізін білдіріп, шілде айында Астана қаласында өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесіне тегін жолдама сыйлады. Сонымен қатар діни сауаттылыққа бағыттайтын осындай қойылымдардың пайдасы мен маңызын тілге тиек етті. Айзада Есенболатқызы, Асхат Жұмабаев, оқу телестудиясы.